аурудың бәрі денемізде биохимиялық процесс жүрудің кеселінен. Мен қазір сіздерге көрсетіп берейін биохимиялық процесс не екенін. Біздің тәніміз биохимиялық завод. Осылай бұрқ-сарқ жүріп жатыр, адам тоқтата алмайсың. Ой ойлағаннан кейін, сенің денеңде биохимиялық процесс жүрді, жүрегің соға бастады, бүйрегің бүлкілдей бастады, надпочечник жұмыс істеді, саған неменен айдай бастады, энергияны бауырға команда береді, бауыр май айдай бастайды, энергияны майды бүкіл қан тамырымызға, тынысымыз жиілей бастады, жүрегіміз қаға бастады, биохимиялық процесс кетті деген сөз. Сол биохимиялық процесс жүрген кезде адамның иммунитеті төмендейді. IgE деген иммуноглобулин, араңызда дәрігерлер бар ма? Иммуноглобулин түскен кезде адамның иммунитеті жоғалады. Мына қараңыздар, мынаған салсақ жанады, өшіп тұр, салсақ жанады. Ненің құдіреті? Адамның денесі тура осы сияқты. Мына ішінде оттегі бар, перекистің ішінде. Бұлай өшіп тұр. Жамбауға тиіс қой, өшіп тастадық, да? Өшіп қалды. Қайтадан жанып кетеді. Тура адамның денесінде осы сияқты процесс жүреді, биохимиялық процесс. Қайғырып отырған адам, қазір сіздердің сілекейлеріңізді алып неменеге өткізетін болса, әрқайсыларыңыздың иммунитеттеріңіз қазір керемет көтерілді. Керемет көтерілді. Сіздерге тұмау, анау, бәле-баттар, ауру ешқайсы, язбы, пәлен ешқайсы жұқпайды. 99% аурудың бәрі мына ойдың кеселінен. Қайғырып жүргеннен, өкпеге реніш, біреуге өкпелеу, реніш, ертеңге уайым, осының бәрі біздің иммунитетімізде, иммуноглобулин AGA дейді. Сол мына ауыз қуысында немене болады, мына асқазанда болады, жыныс мүшесінде болады, сол түсіп кетеді, деңгейі бітті, біз ана ауруды рагы бар, басқасын жұқтырып аламыз. Бұл ғылыми дәлелденіп тастаған ғалымдар. Мына Гарвард, Стэнфорд университетінің мен ғалымдардың еңбегін күндізін оқып жатырмын. Кәдімгідей осы тренинг қатысқан адамдардың аузынан сілекейін алып бір өткізеді. 17-те бірдеңке болып тұратын болса, тренингтен кейін алатын болса, көңілденіп, айғайлап, емсесін көтеріп жүрген адамдардікі бірден иммунитет көтеріліп кеткен. Өзі еңсес көтеріліп, көңілденіп жүрген адамдікі әдетте ауырмайды. Сонымен бұл химиялық тәжірибеден қандай ой түйіндеуге болады? Шындығында да адамның ойы үлкен энергия, үлкен қуат. Ойымыз қайда бағытталса, қуатымыз сонда бағытталады. Осы химиялық тәжірибеде көрсеткендей, біздің денемізде мыңдаған биохимиялық реакциялар әр сәт сайын жүріп жатады. Бірақ ол химиялық реакцияларды тегін түсінген адам оны басқара алады. Сондықтан біз жүрегімізде махаббат, қуаныш, алғыс, мейірім сезімі болған кезде біздің тәнімізде, керемет біздің тәнімізді емдейтін белоктар өндіріле бастайды. Біздің клеткалардың міндеті белок өндіру ғой. Соның ішінде мысалы иммуноглобулиндер көптеп бөліне бастаған кезде адамның иммунитеті керемет дамып, ол иммуноглобулин адамның ауыз қуысында, шегінде, асқазанында болады екен. Олар түрлі бөгде организмдерді өлтіріп, сіздің тәніңізді сауықтырып отыратын, сіздің сақшыңызға айналады. Сондықтан мен сіздерге айтатын едім, қазіргі нейробиология, нейрофизиология білімін көбірек зерттеңіз. Ютубтан, Гуглдан іздеп, соны ізденіңіз. Ал егер ол жерден түсіне қою қиын болатын болса, мына біздің өткізіп жатқан түрлі курстарымыз, менің кемелденген тұлғам, мен өзгердім, өзгеріс психологиялық тренингі, аламанда осы білімдер қосымша берілетін болады. Сол кезде сіз дәрігерге жүгінбейтін, өзін-өзі емдеп алатын, ұзақ жасайтын адамға айналасыз.